Тарихи тамыры терең, тұғырлы тілімізді түлетіп, санамызды сілкіндірген. Заманға сай, бүгінде болып жатқан өзгерістерге біз де атсалысып келеміз. Армысыз, құрметті көрермен, эфирде жаңа әліпбиді бірге үйренейік бағдарламасы. Сөзіміздегі тілдің орфографиямыздың, жазуымыздың жеңілденуіне өзіндік ықпалы бар. Осы қандай басымдықтар береді? Яғни бұл мемлекеттік тілдің ғылым мен технологияда кеңінен қолданылуына және әлемдік интеграцияға енуге, еркін енуімізге де ыңғайлы болмақ. Бүгінгі күні латын графикасына негізделген қазақ әліпбиі біздің қоғамымыз үшін өте тиімді және маңызды, мәнді, мазмұнды дүние болмақ. Жаһандану замандағы қолдану құралдарымыз, сайттарымыздың адрестері қайда, латында, домендер қайда, латында, басқа мынау шартты белгілер, мысалға тіпті физикадағы си системасы, F дейтін жаңағы күш, А деген үдеу, М деген масса деген сияқты, немесе анау Менделеевтің химиядағы периодтық системасы, немесе зоологиялық, биологиялық атаулардың, медициналық атаулардың латын тіліндегі жаңа транскрипциясы, бұлардың бәрі де осы латын әліпбиінде екені белгілі. Елбасы жарлығымен құрылған ұлттық комиссия қазір жұмысын бастады. Ұлттық комиссия үкіметтің қасында жұмыс істейді, премьер-министрдің төрағасы, оған зиялы қауым өкілдері, ғалымдар, сала мамандары енгізілді. Сол ұлттық комиссияның қасында 4 жұмыс тобы жұмыс атқарып жатыр. Олар әдістемелік жұмыс тобы, орфографиялық жұмыс тобы, терминологиялық жұмыс тобы және техникалық сараптау, ақпараттық сүйемелдеу жұмыс тобы деп аталады. Ақпан айында елбасы жарлығы шыққаннан кейін бірқатар жұмыстар жүргізілді. Ең басты жұмыстар қазір бүгінгі күнге дейін жаңа әліпбидің емле ережесінің жобалық нұсқасы дайын болды. Бұл шілде айында біз Астанада бас қосып, ғалымдармен бірнеше күн семинар өткізіп, осының негізгі жобасын мақұлдадық. Қазіргі кезде латын әліпбиінің мынау таңбасына байланысты, емле ережелеріне байланысты әртүрлі көзқарастар бар, және ол заңды деп ойлаймыз. Біз сонау ахаңдардың кезінен бастап әліпби мәселесі көтеріле бастады ғой, 24-25 жылдан бастап 28-29-да қаттырақ көтерілді. Сол өткен 80-90 жылдың ішінде қазақ тілі лексикалық жағынан бірқатар дамыды, жаңа сөздермен толықты. Қазақ тілінің ғылым тілі қалыптасты, терминологиясы қалыптасты. Осы бағыттағы ғалымдар осыны еске ала отырып, біз емле ереже жасауда бұрынғы дәстүрлі принципті ғана ұстанбай, фонематикалық принципті ұстануымыз керек деген пікір айтады. Кейбір ғалымдар жоқ, бұл тіл өзгерген жоқ, тілдің табиғаты қалды, сол ахаңның заманындағы сол емле ережемен жүруіміз керек дейді. Латын әліпбиіне көшудің басты мақсаты Қазақстан мен оның халқын қазіргі таңдағы бар қарқынмен салыстырғандағы ақпараттық осымен қамтамасыз ету болып табылады. Жаңа әліпбиге көшудің арқасында еліміз әлемдік білім беру және инновациялық кеңістікке қолжетімділікте орасан зор артықшылықтарға ие болады. Ғалымдардың осындай пікірлерін ортақ арнаға түсіру үшін біз басқа да ғалымдар сарапшы ретінде шақыра отырып бірнеше семинар өткіздік. Емле ережені дайындаған Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты. Тіл қазына орталығы, біздің орталық оны сараптаумен шұғылданды. Соның барысында сол мақұлданған емле ережелер жобалық нұсқа, тағы да қайталап айтам, 5 облыста жаңа сынама жұмыстар жүргізілді. Онан кейін барып Астана, Алматы қалаларында жүргізілді. Оған 3000-ға жуық адам қатысты. Яғни тіл тек қана лингвистикалық қана құрал емес, ол халық күнде қолданатын әлеуметтік мәселе болғандықтан біз әлеуметтің өзімен де, яғни жалпы халықпен де ақылдасуды жөн деп санадық. Көбісі күнде жазып сызып жүрген мемлекеттік қызметкерлер, қазақ тілі мен әдебиетінің әртүрлі деңгейдегі мұғалімдері, бастауыш сыныптың мұғалімдері, мектеп мұғалімдері, колледж мұғалімдері, университет мұғалімдері. Осы тұрғыдан келген кезде
Қазір оның бәрі тағы да бір сарапталып, 22, 23, 24 тамыз күндері Алматы қаласында өтетін үлкен жұмыс топтарының семинарында талқыланатын болады. Содан кейін ғана барып, қыркүйек айында ұлттық комиссияға беріледі. Үлкен бұл енді тілдің былайша айтқанда конституциясы деп айтуға болады тілдің. Дәл қазір мен қаламыздағы номер 69 жалпы білім беретін орта мектебінің директоры және ұжымына бірнеше сұрақ қойғым келіп тұр. Назар аударыңыздар. Саламатсыз ба? Сіздің қойып отырған сұрағыңыз өте орынды. Латын әліпбиіне көшу қазақ тілінің халықаралық дәрежеге жетуіне үлкен мүмкіндік береді. Қазақ тілінің жаңғыруына жол ашады. Осы тұста мектепте қазіргі таңда біз латын қарпін үйретуге байланысты курстар бастамағанменен біздерде балабақшадан бастап балалар қазір ағылшын тілінде оқытады. Бұның барлығында біз латын қаріптерін пайдаланамыз. Сондықтан мектепте жалпы болашақта балаларды латын қарпіне үйретуде біз көп қиындық кездеседі деп ойламаймыз. Себебі қазір өздеріңіз білесіздер, электронды поштамыз болсын, интернет желісінде болсын, біз барлық жағдайда латын қаріптерін қолданып жатырмыз. Сондықтан еліміздің болашағы жас ұрпақты оқытуда, латын қарпін үйретуде біз қиындықтар кездеседі деп есептемейміз. Енді біздің алғашқы жұмысымыз педагогтарды білім жетілдіру курстарынан өткізу жұмысымен басталады. Осы жұмысты біз қазіргі таңда дайындық үстіндеміз. Келесі сұрағымызға көшейік. Жалпы сіздің жеке ойыңыз бойынша қазақ жазуының латын қарпіне көшудегі тиімділігі неде? Саламатсыз ба? Жалпы негізі латын әліпбиіне көшу мәселесі Қазақстан тәуелсіздік алған жылдарынан бері көтеріліп келе жатыр. Тұңғыш президентіміздің 2017 жылдың 12 сәуіріндегі болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында да осы мәселені негізгі мәселелері ретінде көтерген болатын. Осы Қазақстан Республикасының азаматы ретінде латын әліпбиіне көшуді өзім қолдаймын. Жалпы қоғам арасында болып жатқан талас тартыс, екі жақты пікір, ол ондай болу міндетті. Соның ішінде қолдаушылардың қатарындамын деп есептеймін өзімді. Өткені тиімділігі қазіргі жастар, 21 ғасырдың жастары жаһандануға, жаңалыққа жаны құмар, сондықтан тіл мәртебесінің көтерілуінде сол жастардың арқасы деп айтуға болады. Солардың негізгі жаңағы күш қолдауының әсерінде деп тіл мәртебесі бір белгілі дәрежеге көтеріледі деген ойдамын. Негізі бұл латын әліпбиіне көшу деген тілді жоғалту емес, тілге өзгеріс емес, ол тек қана қаріпке ғана, әріпке ғана өзгеріс. Сондықтан көрші елдермен солардың тіл саясатымен байланыстыратын болсақ, мысалы 93 жылдан бастап Өзбекстан латын алфавитін қолдап отыр. Біздің жалпы қазақ тарихында 3 әліпбиді біздер қолданысқа енгіздік. 1929 жылға дейін бұл араб әліпбиі, 29-дан 40 жылдарға дейінгі латын әліпбиін біздер қолдандық, яғни ол біздің тарихымызда, тәжірибемізде бар деген сөз. 40 жылдардан бастап кириллицамен соған негізделген қазақ әліпбиін қолданып отырмыз. Сондықтан тиімді жағы өте көп болады деп ойдамын. Құрметті көрермен, менің соңғы сұрағым мынадай: жалпы сіздің латын әліпбиін меңгеруде қандай қиындықтар туып жүр? Сол туралы бөліссеңіз. Саламатсыз ба? Жалпы бұл латын әрпі әлемде кеңінен таралған әріптердің бірі болып саналады. Бұны меңгеруде жалпы үлкен қиындықтар тудыртпайды деген ойдамын. Жалпы өзім осы латын әрпін мен әлеуметтік желілердің көмегімен үйреніп жатырмын. Дегенмен де қазіргі таңда Қазақстан Республикасының халқының 20%-дан жуығы ол егде адамдар. Міне осы егде адамдарды латын әрпіне меңгеру үлкен қиындық тудыртуы мүмкін. Және де осыларды алдын алу мақсатында көптеген түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Және де екінші бір қиындық тудырту мәселесі ол мына құжаттардың латын әрпіне қарай ауыстыру. Міне осы үлкен проблема алып келуі мүмкін деп ойлаймын. Кез келген әліпбидің міндеті графикалық, лингвистикалық және техникалық талаптарға сәйкес келу. Осы талаптардың барлығына сәйкес келетін бүгінгі таңдағы латын графикасы күннен күнге өзінің мүмкіндіктерін өсіріп келеді. Олай болса, құрметті көрермен, осы латын графикасын бізге үйрететін телесабаққа кезек берейік.
Амансыздар ма, құрметті көрермендер? Біз бүгінгі сабағымызда латын графикасына негізделген жаңа қазақ әліпбиіндегі дауыссыз дыбыстардың емлесі және оның өзіне тән ерекшеліктері туралы айтатын боламыз. Латын негізді жаңа қазақ әліпбиінде дауыссыз дыбыстар таңбалайтын 23 әріп бар. Дауыссыз дыбыстар дегеніміз айтылу кезінде ауаның еркін шықпай, кедергіге ұшырап шығуынан жасалатын дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар Б, Д, Ф, Г, Х, Ж, К, Л, М, Н, Ң, П, Х, Р, С, Т, В, З, Ш, Ч және И, У әріптері. Дауыссыз дыбыстар емлесіндегі өзіндік ерекшелікке ие алғашқы әрпіміз ол И әріпі. Өздеріңіз білетіндей, кирилл негізді әліпбиде ұзақ И әріпі дауыссыз дыбыстар қатарында болатын. Ал латын негізді жаңа қазақ әліпбиінде ол дауыссыз дыбыстар қатарында және ұзақ И мен қысқа И бір әріп И әріпімен таңбаланады. Сөзіміздің дәлелі ретінде тақтаға жазып көрсетейін. Ұзақ И және қысқа И әріптері латын негізді жаңа қазақ әліпбиінде бір әріп И әріпімен ғана таңбаланады. Және олар дауыссыз дыбыстар қатарына жатады. Ал енді мысал келтіре кетейік. Бейшілер деген сөзді алып қарайтын болсақ, кирилл негізді әліпбиде бейшілер сөзі 3 буынды сөз болып табылатын. Ал латын графикасына негізделген жаңа қазақ әліпбиінде бейшілер сөзі 2 буыннан тұрады. Тақтаға жазып көрейік. Би, ші, лер сөзі. 2 буыннан құралады. Дауыссыз дыбыстар емлесіндегі екінші ерекшелікке ие әріп ол У әріпі. У әріпі кирилл негізді әліпбиде дауысты және дауыссыз дыбыстар қатарында болатын. Ал латын негізді жаңа қазақ әліпбиінде ол тек қана дауыссыз дыбыстар қатарына жатады. Тақтаға мысалдар жазып көрсетейік. У әріпі латын графикасына негізделген жаңа қазақ әліпбиінде акут белгісімен таңбаланады. Жазып отырайық. Мәселен, оқушы деген сөзді алатын болсақ, кирилл негізді әліпбиде оқушы сөзі 3 буыннан тұрады. Ал жаңа қазақ әліпбиінде бұл сөз 2 буыннан тұратын сөз болып табылады. Тақтаға жазып көрсетейік. Оқу шы сөзі. Яғни бұл дауыссыз дыбыстар емлесінде 2 буыннан тұратын сөз. Дауыссыз дыбыс әріптерінің өзіне тән белгілері бар. Соның ішінде Ғ әрпі туралы айта кетейік. Ғ әрпі латын негізді жаңа қазақ әліпбиінде акут белгісімен таңбаланады. Ғ. Ғ әрпі сөздің басында және ортасында кездесіп отырады. Соған мысалдар жазып көрейік. Ағаш, ғарыш және қағаз сөздері. Өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай сөздің басында және ортасында кездеседі. Ал енді екінші әріп туралы айтайық, ол Ң әріпі. Ң әріпі латын графикасына негізделген жаңа қазақ әліпбиінде акут белгісімен беріледі. Ң әріпі сондай-ақ сөздің ортасында және аяғында кездесіп отырады. Мысалдар жазып көрейік. Аң, еңбек және заң сөздері. Міне, құрметті көрермендер, Ң әріпі сөздің ортасында және аяғында кездесіп отыр. Құрметті көрермендер, біз бүгінгі сабағымызда дауыссыз дыбыстардың емлесі және оның өзіне тән ерекшеліктері туралы айтып өттік. Ал енді келесі сабағымызда шет тілдік сөздерде жиі кездесетін әріптер туралы ақпарат беретін боламыз. Келесі телесабақтарымызды жіберіп алмаңыздар. Қош, сау болыңыздар. Құрметті көрермен, ендігі кезекте үйренейік айдарынан кейін барлық оқығанымызды тағы да бір есте сақтап қалу үшін келесі айдарға, яғни жаттығулар айдарына кезек берейік.
батыр, футбол, аңшы, парта, радио, сәукеле, велосипед, зымыран, шәй, чемодан, уық, сөз асылы мақал. Жүйелі сөз жүйесін табар, жүйесіз сөз иесін табар. Сөз адамның айнасы. Жақсының сөзі өлшеп пішкендей, жаманның сөзі түйеден түскендей. Тәрбие тілден басталады. Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ. Сөз көмек, тіл құрал. Шешеннің тілі, шебердің бізі. Жақсы байқап сөйлер, жаман шайқап сөйлер. Тіл қылыштан да өткір. Қазақ тілінің латын қарпіне ауысуы өскелең ұрпақ үшін өте тиімді шешімдердің бірі болды. Өйткені бұл заман жазу заманы. Бүгінге осы, құрметті көрермен, барлық латын қарпіне байланысты өзгерістер мен жаңалықтарды елімізде ресми бекітілген сайттардан біле аласыздар. Көріскенше, күн жақсы.